Көктемнің соңғы айы еді. Ауыл шетіндегі шаңды жолға ұзақ жылдардан бері алғаш рет таныс көлік кірді. Жұрт жапа-тармағай терезеден сығалап, «Марат келді!» деп бір-біріне сыбырлай бастады. Гүлназдың жүрегі дүрсілдеп, қолы дірілдеп кетті. Балалары қуанып есікке қарай жүгірді. Ал Мирас болса, үйдің іргесінде үнсіз тұрды. Көліктен түсіп келе жатқан Мараттың жүзі бұрынғыдан әжептәуір өзгерген. Шаршаңқы, көзінің астында көлеңке, бірақ бәрібір еңсесін түсірмей үйге қарай адымдады. «Әке!» деп балалар жүгіріп барып мойнына асылды. Марат сол сәтте жымиып, көз жасын жасыра алмай құшақтай берді. Гүлназ есік алдында қалшиып тұрды. Қанша жылдан бері күткен сәті еді, бірақ жүрегі мұздап қалғандай. Мирасқа көз қиығымен қарағанда, оның жүзінен қаны қашып кеткенін байқады. Марат ішке кіріп, жайғасып отырды. «Кешіріңдер, ұзақ үнсіз кеткенім үшін. Қиын болды, бірақ енді қайтып келдім. Сендер үшін бәрін жаңадан бастаймын», деді ол отбасына қарап. Сол сәтте бөлмеге ауыр үнсіздік орнады. Балалар ғана мәз, әкесін айналшықтап жүр. Ал Гүлназдың көкірегін екі түрлі сезім жегідей жеді. Осы жылдардағы жалғыздығымды, Мирастың қамқорлығын қалай ұмытам? Ал мына тұрған күйеуімді қалай қабылдаймын? Мирас болса сыртқа шығып кетті. Ағасының жүзін көргенде жүрегіндегі от лап еткенімен соны баса алмай іштей тұншықты. Ауыл адамдары болса, «Бітті, енді бәрін орнына келеді қазір», десті. Бірақ шын мәнінде ештеңе біткен жоқ. Керісінше, ең үлкен сынақ енді басталған. Марат ауылға келген соң алғашқы күндері бәрі біртүрлі көрінді. Үйде бұрынғыдай күлкі де, әңгіме де жоқ. Балалар мәз, әкесінің қасынан қалмайды. Бірақ Гүлназдың жүзіндегі әлдебір мұңды Марат байқамай қалған жоқ. Кешкісін ол әйеліне қарап, «Саған ауыр болғанын білемін, бірақ енді бәрі өзгереді», деді. Гүлназ басын изегенімен іштей үнсіз күресті. Ол Мирассыз күндерін елестете алмай бара жатты. Ауылда тынышталмады. Марат қайтып келіпті. Бірақ ана жеңгесі мен Мирастың арасындағы баяғыдан белгілі ғой деген өсек өршіп тұрды. Қайда барса да Гүлназдың артынша сыбыр естиді. Балаларына дейін елеңдеп қалғандай. Ал Мирас болса, ауылда бұрынғыда еркін жүре алмады. Әр адымын сезіп, әр сөзін аңдып тұрғандай. Бірақ Гүлназды көрген сайын жүрегі шыдатпайтын. Көз қарастары түйісіп қалған сәтте екеуі де үнсіз қалады. Сол үнсіздіктің өзі мың сөзден де ауыр еді. Бірде Марат пен Мирас дастархан басында оңаша қалды. Марат бауырына көзін қадап, «Сен мен жоқта көп көмектесіпсің. Рахмет, Мирас. Балаларға, үйге қараласқаның үшін», деді. Мирас басын төмен салды. Бұл сөзді есту оған мақтаныш емес, жанын жаралаған жазадай тиді. Ол сол түні ұйықтай алмады. «Ағам мені сенімді бауырым деп отыр. Ал мен ше, жүрегім ше?» деп сан рет ойланды. Ал Гүлназ болса, терезе алдында ұзақ отырды. Іштей жалғыз сұрақ мазалады. «Менің тағдырымды кім шешеді? Өзім бе? Әлде мынау жұрт па артымнан сөз айтатын, мені аңдып жүрген?» Марат ауылға келген соң көп ұзамай жиналысқа, асқа, құдалыққа барып, елмен араласа бастады. Бәрі сырттай, «Жақсы келдің» деп жылы қарсы алып алғанымен, арт жағында сыбыр тоқтамады. Бір күні кешкісін ауылдағы мінезі тік, сөзді ірікпейтін Күләш деген әйел Маратқа кездесті. «Әй, Марат, сен өзі ұзақ жүрдің ғой. Анау әйеліңді ауылда жалғыз қалдырып, шүкір, Мирас бар әйтеуір, көп көмектесті», деп көзінің қиығымен. Алғашында Марат ештеңе түсінбей жымиып өтті. Бірақ Күләш сөзін жалғап кетті. «Жалғыз әйел дегенді елге қалдыру оңай емес. Құдай сақтасын. Жұрттың айтқаны көп». Мараттың жүзі бірден сұп-сұр боп суып кетті. Ол әйелдің арам пиғылды сөзін жүрегіне тікей қабылдады. Үйге келген соң
Гүлназды ұзақ үнсіз бақылап отырды. Әйелі бәз баяғыдай шаруамен жүр. Бірақ енді Мараттың көзінде күмән ұялады. Түн ортасында ол мирасты ойлады. Шынымен де бәрі айтқандай ма деген күдік миына кіріп алды да шықпай қойды. Ал Гүлназ болса Мараттың көз қарасындағы өзгерісті сезіп жүрегі дір етті. Білсе қайтем, егер бәрін сезіп қойса. Ауыл ішінде сыбыр өрттей тарап жатты. Маратқа айтып қойды. Енді екі бауырдың арасы ашылады деген қауесет күшейді. Мирас болса бұл жайды біліп қойды, бірақ ағасына тура айтуға, шындықтан қашуға да шамасы жетпейді. Жүрегінде бірақ ой тұрды. Не болса да Гүлназдан бас тарта алмаймын. Түн тыныштығын жамылған ауыл қалың ұйқыға жатқанда Мараттың үйінде тыныштық орнамады. Ол төсекке жатып та, орындықтан тұрып та жанын қоярға жер таппады. Күләштің айтқан сөздері құлағында қайта-қайта жаңғырып тұрды. Таң алдында ол шешім қабылдады. Ас бөлмесінде Гүлназға көзін қадап отырып. Айтшы, Гүлназ, мен жоқта сенің өмірің қандай болды? Мирас шынымен сендерге қарайласты ма, әлде жұрттың айтқаны рас па? Деп дауысы қатаң шықса да, ішіндегі діріл бар еді. Гүлназдың қолынан кесе сусып түсе жаздады. Жүрегі тарсылдап, демі қысылып қалды. Бірақ ол өзін ұстап. Мирас көмектесті, балаларды қарады, үйге қолғабыс етті. Бірақ елдің сөзі ол әрқашан өсек қой. Сен соған сенесің бе? Деді көзін тайдырып. Марат үнсіз қалды, бірақ күмән оты өшпеді. Осы кезде сырттан дыбыс естілді. Есікті ашқанда табалдырықта Мирас тұрды. Қолында әдеттегідей бір сылтау, дүкеннен алған заттар. Марат оның жүзіне тесіле қарады. Мирас, бауырым, маған шындықты айтшы. Сен мен жоқта Гүлназға не болдың? Деді. Аулада ауыр үнсіздік орнады. Мирас ағасының көзінше алғаш рет не айтарын білмей қалды. Жүрегі қақ айырылып, екі оттың ортасында қалғандай, бір жағы ағаға деген адалдық, екінші жағы жаулап алған махаббат. Гүлназ болса қабырғаны ұстап, демін ішіне тартып тұрды. Бұл сәт бәрін шешетін сәт екенін ол анық сезді. Мараттың сұрағы ауада қалың тұмандай ілініп қалды. Екеуінің арасындағы үнсіздік әр секунд сайын жанды қысып бара жатты. Мирас басын төмен салды. Жүрегінің дүрсілі сыртқа шығып тұрғандай. Аға, деді ол ақырын ғана, бірақ ары қарай сөзін жалғастыра алмады. Гүлназ оның бетіндегі қиналысты көріп, ішін өрт шалды. Егер Мирас шындықты айтса, бәрі күйіп кететіні анық еді. Ал егер үндемесе, оның жүрегі жанып кетеді. Ол дірілдеген дауыспен сөз бастады. Марат, сен мені білесің. Мен ешқашан ардан аттамаймын. Мирас сенің орныңды басқан жоқ. Ол тек бауырың, балаларға қамқор болған аға болды. Елдің сөзі, ол елдің сөзі ғой. Құр өсектен басқа түк білмейді. Бұл сөзді айту Гүлназ үшін қанжарды жүрекке сығып алғанмен бірдей болды. Өйткені шындықтың бір бөлігі ішінде қылт етіп қалған. Марат ұзақ қарады. Көзінде сенім мен күдік қатар тұрды. Ал Мирас, сен не дейсің? Деді ол, бауырына тіке көз салып. Мирас жұдырығын түйіп алды да, әзер дегенде тіл қатты. Аға, мен сенің амандығыңды ойлап жүрмін. Балаларға қарайластым. Гүлназға жаман ойын болған жоқ. Даусы дірілдеп шықты. Бұл сөзді өзі айтқанымен іштей жанып бара жатты. Өйткені өзінің ең үлкен шындығын жасырып қалған еді. Марат терең күрсініп. Жақсы, сендерге сенемін. Бірақ бір нәрсені біл. Менің отбасым, менің ар-намысым. Егер біреу оған қол созса, кешірмеймін, деді салқын дауыспен. Сол сәтте Гүлназдың жанарынан жас парлап кетті. Мирас болса іштей қақ айырылып бара жатты. Өйткені екеуі де шындықты айтқан жоқ. Бірақ ол шындық олардың арасында от болып жанып тұр еді. Марат ауылға қайта оралғаннан кейін үй іші бұрынғыдай көрінгенімен Гүлназдың жан дүниесіндегі тыныштық орнамады. Ол күйеуін дастархан басында көріп, балалармен ойнап жүргеніне қуануы тиіс еді. Бірақ жүрегі бір бұрышта тынымсыз дүрсілдеп, әркез Мирасты еске алып тұратын.
Кейде кешкісін самаурын қасында отырған Мараттың әңгімесін тыңдап отырғандай болады, ал ойы басқа жаққа қашып кетеді. Қазір есіктен кіріп келсе, Мирас не айтар еді? Қарап қойса, жүрегім тағы да ұстап қалар ма еді? Осы арада сезімді ешкімге білдірмесе де, өзінен жасыра алмады. Ауылда да тыныштық орнаған жоқ. Марат келді екен, бірақ жеңгесі мен Мирас арасындағы әңгіме біткен жоқ қой, деп әйелдер су әкелуге барғанда күбірлеседі. Көрдің бе, олар бір-бірінен көз алмай қарайды. Гүлназдың жүрегі екіге бөлінгендей, бір жағында заңды ері болса, екінші жағында үнсіз сүйген адамы, жанын түсінетін Мирас. Ол кейде терезеден қарап іштей сыбырлайды. Құдайым, мені не үшін сынап жатырсың? Көктемнің бір шуақты күні еді. Марат таңнан ауыл жиналысына кеткен. Үйде Гүлназ балалармен қалған. Түске таман су құбырынан ақау шығып, үйге су жүрмей қалды. Сол сәтте есік қағылып кіріп келген Мирас болды. Ол құрал сайманын алып, ештеңе ойламай, үйдің арт жағына жөндеуге кірісіп кетті. Гүлназ да балаларды ойнатып жүр, анда-санда көмектесіп қояды. Жөндеу біткен соң екеуі бір сәт дастархан басында отырды. Шай құйып бергенде көздері түйісіп қалды. Сол бір қарас олардың жүрегін тағы да дір еткізді. Үнсіздіктің өзі мың сөзден артық еді. Дәл сол сәтте есік сырт етіп ашылды. Марат кіріп келе жатыр екен. Ол екеуін көріп қалды. Дастархан басында қатар отырған. Гүлназ селк етіп, қолындағы кесені түсіріп алды. Мирас болса орнынан атып тұрды. Аға, құбырды жөндеп қойдым. Дәл қазір кетемін, деді даусы дірілдеп. Марат үн қатпады. Бірақ көзіне түскен көрініс жүрегін біржола тіліп өткендей болды. Ол ештеңе айтпастан төргі бөлмеге кіріп кетті. Гүлназдың жүрегі атқақтап, тынысы тарылып қалды. Ал Мирас үйден шығып бара жатып, іштей бұл жолы бәрі бітті деп ойлады. Сол түні Марат қабағын ашпады. Балалар ұйықтап қалған соң ол Гүлназға қарады да, мен сендерге сенемін деймін. Бірақ көзімде көрінгенді қалай жоққа шығарамын, деді суық үнмен. Бұл сұрақ Гүлназдың жанын қанжардай тіліп өтті. Марат бірнеше күн бойы бауырына ештеңе демеді. Бірақ ішіндегі күмән күннен күнге асқынып бара жатты. Әр түн сайын көз алдында бір ғана көрініс келеді. Дастархан басында қатар отырған Гүлназ бен Мирас. Ақыры ол шыдай алмады. Бір кеште ауылдың шетінде ескі қораның жанында Мирасты тоқтатты. Мирас бауырым, біз ашық сөйлесуіміз керек. Мирас тік қарады. Жүрегі дүрсілдеп тұрса да, жүзін жасырмады. Айта бер аға. Марат бір сәт үнсіз қалды да тікелей сұрады. Маған шындық керек. Сен мен жоқта Гүлназға не болдың? Жұрттың сөзі рас па? Бұл сұрақ Мирас үшін найзағайдай болды. Ол басын төмен салды. Ой сан жаққа қашып, жүрегі екіге бөлініп бара жатты. Аға, мен сені алдағым келмейді. Бірақ бір нәрсені біл. Гүлназ адал. Ол сенің жарың. Ал мен әлсіз болдым. Жүрегімді тоқтата алмадым. Бірақ ешқашан ардан аттаған жоқпыз, деді ол жанын қинап. Мараттың көзі оттай жанды. Жүрегіңді тоқтата алмадың дейсің бе? Демек шынымен. Мирас бір қадам алға шықты. Иә, мен оны ұнаттым. Бірақ бұл сезімді күнә деп білмеймін. Менің қателігім жүрегімді тыңдағаным. Басқа ештеңе болған жоқ, деді. Марат ұзақ үнсіз тұрды. Оның көзінен ашу да, қайғы да, сатқындық та байқалды. Бауырым, сен менің ең сенімді жаным едің. Ал сен, мен жоқта жүрегімді жараладың, деді даусы қатқылдап. Бұл сөз Мараттың жүрегін тіліп өтті. Ол да көз жасын жасыра алмай сыртқа қарады. Сол сәтте екеуінің арасындағы бауырлық сезімге үлкен сызат түскендей. Гүлназ соңғы күндері тыныш ұйықтай алмай жүрді. Күндіз күлген кейіп танытқанымен, түнде көз жасына ерік беретін. Мараттың жүзіне қарай алмайды. Ал Мирасты көрсе, жүрегі діріл қағады. Бір күні есік алдында отырған Гүлназды ауылдағы жеңгелердің бірі тоқтатты. Қызым, саған айтарым бар. Жұрт сен туралы не бір әңгіме айтып жүр. Өз қадіріңді ойла, келін. Қара шаңырақтың абыройы сенің қолыңда, деді жұмсақ үнмен. Бұл сөздер Гүлназдың жанын одан бетер ауыртты. Шынында да бүкіл ауылдың сыбыры оның мойнына салған ауыр жүкке айналған.
Кешкісін Марат үнсіз ғана төргі бөлмеде отырды. Оның жанарында ашу да, күдік те бар. Ал Мирас қорада ұзақ қалып қоятын әдет шығарды. Гүлназ ойланып бір шешімге келді. Мен екеуінің арасында от болғым келмейді. Егер бұл үйде тыныштық болмайтын болса, мен кетемін, деді көз жасын тыя алмай. Бірақ бәрі біз ойлағандай болмады.